Қазақ радиосында басты тақырып. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Қазақ радиосының тікелей эфирінде басты тақырып хабары. Микрофон алдында журналист Азамат Жомартұлы. Күні кеше Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Қазақстанға ресми сапармен келіп, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесті. Кездесу барысында президент америкалық дипломатқа ілтипат білдіріп, екі ел арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнаған кезден бастап, екі жақты ықпалдастықты дамытуда мол табысқа қол жеткізілгенін атап өтті. Америкалық дипломаттың біздің елге келудегі басты мақсаты не? Қазақстанның экономикалық даму жолында бұл мемлекеттің рөлі қандай? Біз бүгінгі хабарымызда осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Студия қонағы Қазақстан президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты әлеуметтік экономикалық зерттеулер бөлімінің ғылыми қызметкері Жасұлан Майлыбай. Ендеше Жасұланбек Асқарұлы, Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз. Рахмет, Азамат. Жалпы енді Майк Помпео Қазақстанға ресми сапармен келді деп жатырмыз ғой. Әлемдік аренадағы мұндай алпауыт ел делегациясының Қазақстанға арнайы келудегі мақсатын айтып өтіңізші. Бұл ақш мемлекеттік хатшысы Майкл Помпеоның Қазақстанға бірінші рет келуі. Қарап отырсақ, тарихқа ақштың мемлекеттік хатшысы соңғы рет 5 жыл бұрын келген екен Қазақстанға. Бұл өте маңызды оқиға деп қарастыруға болады. Жалпы байқағанымыздай, сапар бірнеше мақсатты көздейді. Ол жерде экономикалық ынтымақтастық мәселесі, сауда-саттық, инвестициялық ынтымақтастық мәселелері, халықаралық терроризмге қарсы күрес, қаруды таратпау, адам құқықтары сияқты бірнеше бағытты көздейтін кездесулер болды. Енді мысалы алғашқысы экономикалық ынтымақтастық дедік қой. Мысалы экономикалық ынтымақтастық жағына келетін болсақ, ақш Қазақстанның негізгі инвесторларының бірі. Бірлескен 410 компания жұмыс жасап тұр. 45 миллиардтан астам инвестиция құйылған Қазақстан экономикасына. Енді белгілі мұның барлығы көп бөлігі энергоресурстарға қатысты болатын. Ал бұл кездесуден байқағанымыз ендігі жерде Қазақстан экономикалық ынтымақтастық, әсіресе инвестицияға келген кезде осы әлеуетті ары қарай дамыту және де бұл инвестицияны әртараптандыру мәселесі көтерілді. Яғни бұрын энергоресурстарға басымдық берілетін болса, ендігі кезде ауыл шаруашылығы, жаңа технологияларды қажет ететін өндірісті қалыптастыру, IT технологияларды дамыту сияқты бағыттарда жұмыстар жанданатын секілді. Және біз бұл бағыттағы жұмыстардың басталып кеткенін де көруге болады. Себебі 19 жылдың соңында премьер-министр Асқар Мамин ақшқа сапарында, ресми сапарында Tyson Foods деген американдық ауыл шаруашылық саласында алпауыт компаниямен келісім шарттарға отырды. Олар енді 3 зауыт тұрғызады Қазақстанда, 5 миллиард доллар көлемінде. Бұл енді ет өнімдерін көбейту, мал басын көбейту сияқты бағытта үлкен маңызды бір инвестиция деп есептеймін өз басым. Ауыл шаруашылық саласында. Яғни бұл жерде жұмыстар басталып кетті. Ал енді келесі бағыт ол терроризмге, экстремизмге, радикалды идеологияларға қарсы жұмыс бағыты. Енді біз білеміз, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бастап әлемде өзінің ынтымақтастықты, өзара түсіністікті, бейбітшілікті қалайтын және қолдайтын көрсетіп келе жатыр. Енді бұл тұрғыдан мысалы ақшты алаңдататын және біздің аймақты алаңдататын бір мәселе Ауғанстан мәселесінде Қазақстан кәдімгідей тұрақты түрде ол елдің адами капиталын, экономикасын дамытуға деген гуманитарлық көмектерін көрсетіп келе жатыр. Жалпы региондағы аймақта қауіпсіздік қамтамасыз ету. Помпео осы келген кездесуінде біздің осы бағыттағы жұмыстарымызға өте жоғары баға берді. Және де соңғы біз бірнеше этаппен өткізген Жусан операциясы, яғни таяу шығыстан ел азаматтарын соғыс болып жатқан аймақтан қандастарды алдыру жұмыстарында өте жоғары баға берді. Сондықтан жалпы алғанда кездесулер бойынша айтуға болады, бұл кездесулер сан салалы және көп мәселені қамтыған ауқымды
бір жағынан нәтижелі кездесулер болды деуге болады. Енді экономика деп жатырмыз, жалпы осы екі ел арасында экономикадан басқа тағы қандай дүниелер байланыстырады? Жоғарыда айтқанымдай, талқыланған мәселелерге қарап, Қазақстан мен ақш-тың стратегиялық әріптестігі бірнеше бағытта дамитынын көруге болады. Ортақ бір ұқсастық жағынан бір айтып өтсеңіз, осы екі елге бір. Мысалы, жалпы ұқсастық жағынан қалай айтсақ болады? Мысалы, ақш-тың мемлекеттік департаменті Помпео осы сапарын бастардың алдында қай елге баратын және ол жерде қандай мәселелер талқыланатын туралы айтты. Сол кезде Қазақстанға қатысты жазған кезде Қазақстанға сапардың мақсаты ақш-тың Қазақстанмен бірлескен орталық Азиядағы бейбітшілік, өркендеу және қауіпсіздік бойынша ортақ ұстанымдарын нақтылауға, нығайтуға бағытталады деп айтты. Яғни бұл жердегі былайша айтқанда басым бағыт бұл енді жаңағы сол өңірлік қауіпсіздікті, сол арқылы жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі деуге болады. Мысалы, өзіміз білеміз, ақш 2001 жылдан бері Ауғанстандағы түрлі террористік ұйымдармен күресу, оларды ауыздықтау сияқты мәселелермен тұрақты айналысып келе жатыр. Енді соңғы кездері ақш-тың негізгі әскерін Ауғанстаннан шығару мәселесін айтып жатыр. Ал сол жерде Ауғанстандағы тұрақтылықты қамтамасыз ету, шекаралық аймақтардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және Ауғанстанды Орта Азияның үлкен осы кеңістікке реинтеграция жасау мәселелері көтеріліп жатыр. Бұл жердегі Қазақстанның рөлі орталық Азия мемлекеттерінің ішінде негізгі басым рөлге ие болады деуге болады. Жалпы ақш-тың экономикасының қалай көтерілгенін кезінде Франклин Рузвельттің әрекетінен жақсы білеміз. Ол сапалы жолдар мен әлемде теңдесі жоқ көпірлер еді. Бізде экономикамыздың дамуын осы салалармен байланыстыра аламыз ба болашақта жалпы? Қалай айтса болады, екеуі ауқымы жағынан екі түрлі мемлекет. Енді Рузвельттің кезеңі туралы айтатын болсақ, Рузвельттің экономикалық саясаты ауқымды және нәтижелі болуымен ерекшеленді. Бұл енді тарихта былайша айтқанда New Deal деп айтады. Сондай атаумен қалды. Бұл шынымен де өте кең ауқымды реформалар жасады. Ол жаңа сіз айтып отқан жол, көпір салу мәселесімен қатар ауыл шаруашылығын дамыту, тұралаған өнеркәсіпті қалпына келтіру, жұмыссыздықпен күрес, қаржы жүйесін тұрақтандыру сияқты бірнеше спектрлі мәселелерді қалыптастырды. Және соны жолға қоя бастады. Себебі енді Рузвельт 4 рет енді ондай адам жоқ шығар. ақш-тың тарихында президент болды, ұлы депрессиядан шығарды, соғыс кезіндегі біраз өндірісті қалпына келтіруге көмектесті. Енді таза жол, көпір салу мәселелеріне қазір Қазақстанның реалиясы тұрғысынан қарайтын болсақ, Қазақстан бұл бағытта кешенді жұмыстарды бастап кетті және оны жалғастырып жатыр. Оның бір көрінісі нұрлы жол бағдарламасы. 2014 жылы 15-19-да бірінші кезең аяқталды, екіншісі 20-25-ке келесі кезең басталып кетті. Енді бұл жерде сіз өзіңіз білесіз, тарихтан Қазақстанның орналасуы әуелден сол транзиттік ұлы жібек жолының үлкен бір тармағы болды. Қазақстан енді сол бүкіл үлкен өңірді байланыстырған жол тораптарын енді қазіргі заманға лайық өздері соны байланыстыруға жұмыс жасап жатыр. Инфраструктураны былайша айтқанда интеграциясын жасауға, жоқ жерде салуға және бар нәрсені қалпына келтіруге жұмыстанып жатыр. Мысалы, осы 2015-2019 жылдардағы нұрлы жолдың қорытындысы жасалды үкімет деңгейінде. Сонда 8.000 километр автокөлік жолдары салынғаны. Сосын бұл жерде тағы бір ерекше айтып кететін нәрсе, ол автокөлік жолдарымен бірге инженерлік инфраструктураны дамыту басталды. Мысалы, жылу, сумен жабдықтау инфраструктурасында, мысалы, 3,2 мың километр сонда инфраструктура салынды. Яғни бұл жерде жаңғыру бар. Инфраструктура себебі бұл былайша айтқанда халықтың әл-ауқатын дамытудың, бизнестің табысын арттырудың және бір жағынан
шеттен инвестиция тартудың мүмкіндігі, себебі бүкіл инфраструктура жолға қойылған жағдайда, яғни тауарлардың жаңағы жүрісі, алыс беріс ол өте жеңіл жүреді. Сондықтан да бұл енді Қазақстанның бір стратегиялық бағдарларының бірі болды деп айтуға болады. Ал енді жаңағы біздің инфраструктура жағынан транзиттік потенциал артты осы бағдарламалардың арқасында. Мысалы 2018-де біз транзиттен 1,7 миллиард доллар пайда тауыппыз. Биыл ол 2,4 миллиард доллар, ал келесі жылғы болжам, осы жылғы болжам бойынша 3,3 миллиард доллар көлемінде транзиттен пайда табамыз деген жоспар бар. Негізі бұл бағытта жұмыстар ақш-пен салыстыруға бола ма болмай ма білмеймін, дегенмен де өз деңгейінде Қазақстан бір үлкен бастаманы қолға алып, оның нәтижесін қазірден бастап былай жемісін жеуіп жатыр деуге болады. Сондай-ақ Майк Помпеоның сапары Қазақстаннан бөлек Украина, Беларусь, Өзбекстан және Кипрге жоспарланған. Бұл тұста енді кездесулердің бәрін S5+1 деген ұйым бар, 2015 жылы құрылған. Жалпы осы ұйым туралы айтып өтіңізші, бұның мақсаты қандай? Бұл ұйым туралы айтатын болсақ, бұл 2015 жылы негізі қаланды. Бұл жерде S5 бұл Орталық Азияның 5 мемлекеті, оның ішінде Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, сосын 1+1 дегеніміз бұл Америка құрама штаттары. Бұл жерде негізгі өздері анықтап алған ұйымның 3 түрлі бағыты бар. Олар терроризм қауіпімен күрес, екінші экономикалық бағыт, ол жаңағы осы бір өңірді тұтас бір кеңістік ретінде қарап, осы жердегі сауда саттық айналымын еркіндігін қалыптастыру, соған жол ашу. Ал үшіншісі бұл былайша айтқанда қалай айтса болады, қоршаған ортаны қорғау мәселелері. Себебі Орта Азияда білесіз, су тапшылығы деген сияқты мәселелер бар екен. Сондай 3 үлкен мәселені қамтиды. Бұл енді 2016 жылы кездесу болды. Міне биыл Помпеоның жаңағы ұзақ сапары, сонау Ұлыбританиядан басталып, Украинаға, Белоруссияға жалғасып, Қазақстанмен, Орта Азиямен жалғасқан сапары. Міне мысалы бүгін осы форматтағы кездесу өтті. Енді сондағы жаңа үлкен мәселелер талқыланып, осы өңірдің бірегейлігі, ол жердегі жаңа терроризммен күрес мәселесі қайтадан көтеріліп, сондай ілгерілеу бағыттары байқалады. Мемлекет басшысы кездесу барысында Америка құрама штаттары Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып мойындаған ел. Біз бұл тарихи фактіні үнемі есімізде ұстаймыз. Мемлекеттеріміздің арасында көптеген бағыт бойынша, оның ішінде ядролық қаруды таратпау, халықаралық терроризммен күрес және экономикалық ынтымақтастық секілді салаларда тығыз қарым-қатынас орнаған. Сонымен қатар өзара ықпалдастығымызда одан әрі дамыту мақсатында пайдалануға болатын әлеуетіміз де бар деді. Осы орайда да сіздің пікіріңіз білсек. Шынымен де кез келген мемлекет үшін Америка құрама штаттарымен әріптестік орнату өте маңызды. Және біздің былай қарап отырсаңыз, инвестиция тарту саясаты бұл экономикада үлкен бағыттардың біреуі. Сол инвестицияның әртарапты болуы және сан салалы болуы маңызды. Мысалы, жаңа айтып жатырмыз ғой, біз президент өзінің сөйлеген сөздерінде Қазақстан мұнайға тәуелділіктен бас тарту керек, және инвестицияларды, экономиканы диверсификация жасау керек, әртүрлі салада инвестиция тарту керек деп айтып жатыр. Мысалы, осы кездесулерден байқағанымыз, мана жоғарыда да айтқаным, енді энергоресурстардан бөлек басқа да салаларды дамыту және соған инвестиция құю мәселелері көтерілді. Бұл өте маңызды Қазақстан экономикасына, былайша айтқанда, жаңа бір серпін беру үшін. Себебі өзіңіз жақсы білесіз, ақш әлемде көптеген салалар бойынша алдыңғы қатарлы мемлекет. Мысалы, сол IT технологиялар бойынша жаңа білім, жоғары білім және өндірістегі ғылыми даму бағыты. Ол біздің жаңа тәуелсіз Қазақстан үшін олардың былайша айтқанда осы салалардағы тәжірибесі аса маңызды деп есептеймін. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Жасұланбек Асқарбекұлы студиямызға арнайы келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет, Азамат.
Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, ал сізбен бізді байланыстырған әріптесім Анар Рахметолла қызы. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.